Қайырлы күн, достар. Бүгін біз қыстың қамын жаз ойла демекші, қияр мен қызанақтан және де капустадан банка басып алатын боламыз. Ең алдымен суға 15 минуттай қойып, қиярды жуып алатын боламыз және де қызанақты да 2-3 рет жуып аламыз. Және міндетті түрде медицинский перчатканы пайдалануды ұмытпаңыздар, өйткені қолдарыңыз ащы бұрыш пайдаланған кезде ашып кетуі мүмкін. Осылай болгарский перец, ащы бұрыш, чеснок барлығын суға әдемілеп міндетті түрде жуып аламыз. Және банкамызды 2-3 рет жуып шайып алғаннан кейін стерилизовать етіп қоямыз. Ащы бұрыштарымыздың ортасындағы тұқымдарын алып тастасаңыздар да болады. Осылай дайын болғаннан кейін барлық банкамыздың ішіне хренді және укропты, сосын чеснок, ащы бұрыш барлығын салып алатын боламыз. Міне енді біз үстіне әрі қарай болгарский перецті және де қиярды салып аламыз. Мен келесі банканың бетіне помидорды қойып жасадым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша немесе қиярдың астына капуста салып, бетіне қиярды салып та жасауға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар. Біздің барлық банкамыз дайын болды. Мен 2 литрлік банкіге дайындадым. Әрі қарай ыстық суды құйып, жарты сағат қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қайтадан төгіп тастап суын, сосын ыстық суды тағы да қайнаған суды құямыз. Оны тағы да төгіп тастайсыздар. Сосын үшінші құятын кезде бетіне 2 қасық қант, 2 қасық тұз және де бұрыш қосып, жаңағы бетіне 2 қасық немесе 1,5 қасық 70%-лық уксус қосатын боламыз. Вау, достар, міне біздің қиярдан, қызанақтан және орам жапырақтан жасаған біздің қысқа банкамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі күтірлеп әдемі болып шығады. Ас болсын, сау болыңыздар.